қайырлы күн, қонақтар, бірінші рет көріп отырған қонақтар болса, бір деген белгіні қойып, өздеріңіздің бар екендеріңізді білдіріңіздер. Сіздерден өтініш. Біздің керемет осындай жобаға қош келдіңіздер дегім келеді. Енді мен өзімді таныстырып кетсем, мен Бақыт Назарова, осы компанияның партнерімін, серіктесімін. 2017 жылдан бері осы компанияда жұмыс жасап келемін, вице-президент статусындамын. Бүгінгі презентацияны бастау маған бұйыртқан екен, мен өте қуаныштымын. Мен айтамын, мен үшін осы жобаға келіп, өз өмірімді түбегейлі өзгерткен күнімді мен өзімнің екінші туған күнім деп айтып жүрмін. Бұл жобаға сеніп келген барлықтарыңыз үшін өмірлеріңізді, көзқарастарыңызды өзгертетін жоба деп мен айтар едім сіздерге. Неге? Себебі мен осы жобада халықаралық деңгейдегі компанияның инвесторы болып отырмын. Сондай мүмкіншілік сіздерге де бар. Енді инвестор деген не? Бұрын біз бұны естіп жүрсек те, бірақ инвестор болған емеспіз. Мен өзімнің тұқымымдағы алғаш инвестормын. Сондықтан оны қуана айтамын. Енді мына слайдқа қарап көріңіздерші. Бұл жерде байлар байи түседі, ал жарлылар кедейлене түседі дейді. Бұл американдық атақты инвестор Роберт Кийосакидің ақша ағымы бағыты деген еңбегінде адамдарды өмір сүру жағдайына қарай, көріп отырсыздар, 4 топқа бөлген екен. Бірінші топ жұмысшы. Көріп отырсыздар, жұмысшы топ. Мен қаншама жыл жұмыс жасап жүріп, осы ұстаз болып жұмыс жасап жүріп, осы топта болған екенмін. Яғни алданып жұмыс жасаппын. Жұмыс дегеннің орысшасын айтқанда работа, оның көбі раб дегеннен шыққан екен. Мен ол кезде бұны түсінбеппін. Жұмысым бар, тамағым бар, деп шүкір деп өмір сүрген екенмін. Себебі айналадымдағы менің қоршаған адамдардың бәрі де солай жұмыс жасап келді осы уақытқа дейін. Бірақ бір күндері өзімнің осы әр адамның арманы бар ғой, сол арманыма жете алмайтындығымды, өзіме қажетті табыс көзін таба алмайтындығыма өзім жетіп, өзіме жұмыс жасауды ұйғардым да, мен екінші топқа өттім. Яғни кәсіпкер болдым. Бұл жерде жаңағы өзінің жеке балабақшам болды, бірақ бұл жерде де конкуренция өте көп. Көп деген жерде де мен өз арманыма жете алмай, бұл жерде жұмысты кәдімгі жұмысшы сияқты таңнан кешке дейін өзің үшін жұмыс жасадым. Бұл топта осы жеке кәсіпкерлер, кішігірім жаңағы бизнестер бар, бизнесін ашқандар, шаштараз болсын, магазин болсын, сұлулық салоны болсын, сондай адамдар жұмыс жасады, кәсіпкерлер. Әрқайсысы өздері үшін. Бірақ бұл жерде де мен өз арманыма жете алмадым да, сөйтіп жүргенде үлкен бизнеске жол бастадым деп айта аламын. Мына үшінші топта бизнес дейді. Яғни бірақ бұл жерде өте үлкен бизнес. Яғни мына Рамстор сияқты, Магнум сияқты үлкен сет магазинов, сет ресторанов, қағанат білесіздер, бүкіл Қазақстанда жұмыс жасайды. Диана деген қандай ресторан, сет ресторанов бар да, сондай бизнестер екен бұл жерде. Бірақ мен енді ондай рестораным, ондай магазинім болған жоқ. Мен бұл жерге сетевой маркетинг келдім. Сонда сетевой маркетинг осындай үлкен бизнес екен. Бұнда жүргенде мен продуктовый компанияда жұмыс жасадым. Бірақ бұнда да конкуренция. Продукт өте көп. Бірақ мен бұл жерден түсінгенім, сетевой маркетингте ақша табуға болатындығына көзім жетті.
Біле білсеңіздер, Американың көптеген миллионер адамдары осы сет арқылы байып отыр. Ал енді сетевой маркетинг дегеннің өзі, ол да бір мамандық. Бұл жерде де оқу керек, тәжірибе жинау керек. Көп адамдар сондай, ой, мен сетке келдім екен, мен продукт алып саттым екен, мен байымадым деп ренжіп жатады. Жоқ, ол дұрыс емес. Бірақ маған бұл жерде ұнамағаны, өмір бойы сол продуктты алып, соны сатып, өмір бойы жұмыс жасайын ба деп көңілім бір қатты құлазып жүрген кезде, осы біздің жобаны мен естіп, сол жоба арқылы мен 4-ші топқа ауыстым, келдім, яғни инвестор болдым. Сетевой маркетингте жүргенде инвестор болу үшін бізге айтатын еді, сізде ол үшін $1 миллион болса, сіз инвестор тобына өте аласыз деп. Яғни жұмыс жасамай-ақ, сол дивидендтен алып отыра аласыз деп айтатын еді. Ал енді біздің мына жобада $1 миллион емес, $10 де бастап, сіз өз мүмкіншіліктеріңізге қарай инвестиция сала аласыз, инвестор бола аласыз. Қандай керемет. Ал енді осы инвестор деген сөздің өзі не? Ол адамдар құнды қағаздарды сатып алады екен, не әртүрлі проекттерге, жобаларға өздерінің ақшаларын салып, содан дивиденд, яғни пассивный доход алып отыратындарды біз инвесторлар дейді екенбіз. Олар өздері жұмыс жасамайды. Олар үшін халық, олардың қалған ақшалары жұмыс жасайды. Қарап отырсақ, Нұрғиса жаңағы неге қой, қайтадан артқа. Қарап отырсақ, мына жерде мінекей. 10% адам жаңағында инвесторлар екен. 10% адам дүниесінде инвесторлар, бизнесмендер екен да, 3-4 топтағылар. Бірақ оларда 90% ақша осы кетті. Ал енді 1-2 топқа қарасаңыздар, 90% халық, мен адамдар жазылып тұр, 10% ақша осы шықты. Қарасаңыз, қандай теңсіздік, е? Ал сіздер осы, мына 3-4 топта 10% халықтың ішінде 90% ақшаға ие болғыңыз келе ма? Әрине болғыңыз келеді. Мен де сол үшін осы бизнесқа келіп отырмын. Инвестор деген ол да бір мамандық. Мамандық алу үшін бізге білім керек. Ол білімді алған адам, инвестиция туралы білімді алған адам, 1-2-3 топтағы адамдардың барлығы да ерте ме кеш пе мықты инвестор болады екен. Бізде, біздің компанияда, инвестицияға оқытатын жеке инвесторлар академиясы бар. Оның басшысы Андрей Федорович Хавратов. Мені өздеріңіз көріп отырсыздар. Өте мықты адам. Осы компанияның авторы, негізін қалаушы, инвестор, бизнесмен, криптоюнит бағдарламасының авторы, өте жаңағы енді бізге алла бере салған адам деп айтам мен. Ал енді бұл біздің компанияның мақсаты халықтың 15%-ның қаржылай сауаттылығын ашу. Көрдіңіздер ма, мақсаттың өзі қандай? Инвестор болу үшін біз оқу ақпарат өнімдерін сатып аламыз, яғни ойып. Сонда сізге компания криптоюнит бонусын сыйға береді. Біз бұл жерден қандай білім аламыз? Оқу деп тұр, яғни қандай білім аламыз бұл жерде? Бұл жерде біз жеке инвестордың 8 ережесі. Яғни сіз инвестор болу үшін өзіңіздің ережеңізді орындауыңыз керек. Сол инвестордың қағидаларын түсінген мен бірінші рет естігенде сенген жоқ. Бұл жерде сізге $1 қалай $1 миллион алуға болатындығын үйрететін бағдарлама. Барлық армандарыңызға қалай жетуге болатындығын үйрететін бағдарлама. Оның бәрін сіздер өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізден көре аласыздар.
образование деген бөлім тұр. Соны ашсаңыздар, барлығын осы жерден оқып біле аласыздар. Ал енді бізде қазір қандай бағдарламалар бар? Яғни бізді қандай оқу өтіп жатыр? Мысалы, қазіргі міне өтіп отырған осы оқуымыз, презентациямызда компанияның атынан сіздерге онлайн оқу, қашықтан оқу дейміз, күнде міне 5 күн бойы сағат 12-де қазақ тілінде болса, кешкі сағат 8-де, 8-ге ауысты, соны ұмытпаңыздар. Кешкі сағат 8-де орыс тілінде осындай презентация жүргізіп отыр. Және де жаңадан келіп отырған, әлі инвестицияның не екенін түсінбейтін адамдар үшін біздің компания ұйымдастырып отырған активный старт деген оқуымыз бар. Бар жоғы 1000 теңге. Бұл жерде сіздер инвестицияның алғашқы білімін аласыздар, әліппесін аласыздар. Сондықтан жаңадан келіп отырған кісілер барлықтарыңыз осыған қатысыңыздар. Және де мына жерден көріп отырғандай, қаржы данышпаны, бизнес тренері ойын түрінде өтілетін, астында біздің команда үйреніп оқып жатыр. Бұл жерде ойын түрінде сіздердің мына өмірдегі кездесетін барлық жаңағы қаржылық туралы білімдеріңізді осы ойын арқылы үйренесіздер. Содан қалай шығу жолдарын үйренесіздер. Керемет. Болашақта барлықтарыңыз өздеріңізге мақсат қойыңыздар. Осы жаңағы қаржы данышпаны ойынын ойнаймын. Өте сіздерге білімдеріңізді білім алуға мықты көмек береді бұл сіздерге. Сол сияқты компаниядан мына вебинарлар, онлайн оқулары өтіп жатыр. Компанияның отчет, есеп беру жаңағы вебинарлары, солардың бәріне қатысыңыздар. Компания туралы барлық жаңалықты сол жерден ала аласыздар. Ал енді мен қазір мақтанышпен айтатын тағы бір оқуымыз MKI 260 дейді. Яғни бұл көп салалы Crowd Invest 260 деген біз өзімізге жаңағы инвестиция салып жатырмыз, білімімізге инвестиция салып жатырмыз. Ол жерде дүние жүзі бойынша білімбай адам осыған қатысып, өзіне білім алып, инвестиция жасап отыр. Мысалы, сіздер жаңадан отырған кісілерге осы білімді алу үшін $300 біз сатып алдық десем, қалай қарайсыздар? Көп ол. Мен айтар едім, көп емес, қымбат емес. Себебі біз $300 осы жерден білім ала отырып, миллиондаған қаржы табатындай білім алып отырмыз. Бұл жерде институтта берілмейтін білімді аламыз. Ал енді осындай білім ала отырып, біз компания алдына қандай мақсат қойып отыр? Мақсаты әлемдік жаңа экономикалық эволюция құру. Ол үшін бізге құрал керек. Ол біздің құралымыз криптоюнит деймін. Ол не криптоюнит деген? Келесі. Криптоюнит. Бұл криптоюнит бағдарламасының ашылғанына 1 жыл болды. Жылдан енді ғана асты міне. 19 жылы 30 наурызда осы Алматы қаласында ашылды. Бұл бізге болашақта дивиденд табыс әкеледі. Яғни криптоюнит арқылы, бағдарламасы арқылы біз әлемдік жаңа экономикалық эволюция жобасын іске асыра аламыз. Бұл жерде біз криптоюнит не береді бізге? Біз бұл жерде ең бірінші білім аламыз. Еш жерде берілмейтін білімді осы жерден аласыздар. Инвестициялық портфельге ие боламыз. Бұл жерде 1 жыл болса да, мына жерде адалдық бағдарламасы бойынша дейді, лояльный бонус алып отырмыз. Профи бонус алып отырмыз. Ай сайын активіміз ұлғайып, криптоюнитіміздің құны артып, капитализация болып жатыр. Өмір бойы дивиденд алып отыратын күншілік. Бізге осыны криптоюнит бағдарламасы беріп отыр. Ал енді осы криптоюнит бағдарламасын іске асыру үшін, ол асыруды 3 фазаға бөлген екен. Көрсі, міне, 3 бағдарламасын іске асыру 3 фазаға бөлінген. Бірінші фазасы жаңа айтып кеттім, 19 жылы ашылды. 8 кезеңге бөлінген етін. Бірінші ашылған күні әлі есімізден кетпейді. Қандай бізде керемет жұмыс болған.
ұйқысыз күндеріміз. Бұл бірінші кезеңде айналымда 30 миллиард криптоин салынған екен. Ал біз қазіргі таңда екінші фазадамыз. Бұл жерде 8 айдан 17 айға дейін созылады деп отыр, айналымда 20 миллиард криптоин сатылады. Қазіргі таңда біздің криптоиніміздің бағасы 0,20 цент бұл жерде. Ал енді үшінші фазада бұл жаһандық мерчендайзинг, яғни дүние жүзінде сатылым. Бұл жерде жаңағы айналымға 20 миллиард ру беріліп отыр. Ал енді жаңа айтып кеттім, қазір бағамыз 0,20 цент болса, біздің осы криптоин бағдарламамыз болашақта 2024 жылда бір криптамыз $1250 дейін көтеріледі деген болжам бар. Себебі бізде табыс көзі өте мықты. Енді осы табыс көзін қайдан аламыз? Біз табыс көзін әлемдік инвестициялық портфельден аламыз. Міне, жаһандық инвестициялық портфельден. Жалпы экономикада 20 сектор бар екен. Енді сіздер мына жыл сайын біздің президенттеріміздің жаңа жылда отчет беретіндігін білесіздер, осы 20 сектор қалай дамыды, қанша қаражат кетті, сол туралы бізге отчет береді. Біз осы өмірдегі жалпы инвестициядағы 20 сектордың бірнешеуіне инвестиция салып отырмыз. Сондықтан да мен жаңа айтып отырмын, табыс көзі өте мықты деп. Енді соларға қысқаша тоқталып кетсем, бірінші инвестиция салып отырған біздің бағытымыз инвестициялық көлік технологиясы, яғни Skyway дейміз, аспан жолдары, міне машинаның түрін көріп отырсыздар. Бұл енді қазіргі заман талабына сай, өте экономикалық тиімді, өте қауіпсіз, табиғатқа зияны жоқ көліктің түрі. Бізге қазір өте қажет бұл транспорт. Халықтық жүйемен қаржыландырылды бұл. Мен өзім бұл машина, бұл транспортқа Минскіде жаңағы сынақ полигоны салынды. Сол жерге 3 рет барып, осы транспорт өз көзімізбен көріп, мініп, керемет бір өзімізге қосылып келгенбіз. Қазіргі таңда араб елдерінде алғаш осы көлік іске қосылмақшы, болашақта соны Алла бұйыртса қосылады деп күтудеміз. Келесі біздің инвестициямыз қымбат бағалы металл, оның ішінде алтын. Міне қанша жаңағы доллар инвестиция жасалғанын көріп отырсыздар. Бұл жерде мен айтар едім, алтын деген ол қандай кризис жағдайы болса да инфляцияға түспейтін қымбат бағалы металл болды. Оның ішінде бәріміз білеміз, Оралдың алтыны, Ресейдің алтыны ценится дейміз ғой. Ол Оралдың алтыны. Сол сияқты мына Африка, Гана, Танзанияның алтындарына біз инвестиция салып отырмыз. Бұл болашақта бізде үлкен қаражат әкелетін портфеліміз. Ары қарай инновациялық базальт технологиясы. Базальт дегенде енді бұрымыз көбіміз біле бермейміз. Базальт деген бұл мына вулкан атқылаған кезде лава шығады, ол қатып магма болады екен. Содан алынатын технология. Жаңа технологиямен алынатын базальт. Ол инновация деп тұр ғой енді өзі. Бұл қазіргі мына қолданыстағы темір, алтын, пластик барлығын алмастыра алатын материал. Және бұның бір ерекшелігі қайта өңделеді екен. Және бұл өте жеңіл өндіріледі екен. Бізге бюджетке тиімді екен. Шикізат базасы өте шексіз көп екен. Сондықтан бұдан біз үлкен үміт артып отырмыз бұл технологияға. Ары қарай суши мастер, яғни бұл жапондық тағам мейрамханалары. Бұл компаниямен біз 50-50 жұмыс жасап отырмыз. Қазіргі таңда біздің Қазақстанда, әсіресе Алматы, Астана қалаларында көптеген осы ресторандар ашылып, өзімізге болып, ашылуына қатысып, дәмін татып көрдік. Мен өзім өте жақсы көремін. Сушиді өзім үйде де дайындаймын. Сонда қараңыздаршы, біз
біз бәріміз бала шағамыз осы случай мастерді қолданып пайдалана отырып бізге болашақта дивиденд алып отыратын боламыз. Өте мықты. Бұндайды естіп көрген емеспіз ғой, өзіміз қолдана отырып, одан бізге тағы ақша түседі дегенде. Сондай бір проект. Келесі Китмар, яғни бұл кино өндірісі. Кино өндірісі дегенде бұның бір артықшылығы, бұрын бізде Азияда супергерой болмаған екен. Қазір бізде осы Азияда Айдаһар адамы деген супергеройымыз шығып отыр. Суретін қараңыздаршы. Өткенде Индияда болғанда таныстық, суретке де түстік, бәріміз суретіміз де бар. Өте керемет. Бұл фильмдер қазіргі таңда 15-тен астам сәтті жобалар жасалынған екен. Бұл негізі Индия мен Қытайдың рыногына арналған. Себебі біріншіден ояқта адам саны өте көп. Екіншіден, бұл жерде оларда, әсіресе Қытайда, фильмдерді сияқты интернеттен көшіріп көре алмайды екен. Барлығы кинотеатрда көрсетпейді екен. Сондықтан бұл да бір біздің болашақта үміт күтіп отырған проектіміз. Одан кейін Шитар, бұл онлайн платформа. Телефондарыңызға осы платформаны енгізіп аласыздардағы, болашақта, яғни ресторан болсын, супермаркет болсын, салондар болсын, қайда бармай, сол жерден біз скидка алып отырады екенбіз. Жеңілдік алады екенбіз. 5%-дан 30, 40, 50 пайызға дейін сіздер жеңілдік алуға мүмкіншілік бар. Өте керемет. Әсіресе бізді бюджет үнемдеуге үйретеді. Содан кейін бұл жерде кәсіпкерлерге өте жақсы, бұл болашақта кәсіпкерлер айналысатын платформа деп отырмыз. Ары қарай синтетикалық алмас өндіретін зауытымыз болады, қазақшасы. Зауытымыз болады. Бұл осы біздің Алматы облысында салынып жатыр. Мына коронавирусқа байланысты кішкене тоқтаңқырап тұр. Бірақ бұл өте қымбат бағалы тас екенін білесіздер, иә? Бұл өте сапасы өте ерекше болады. Алмастың түрлері өте көп болады екен. Әртүрлі алмас өндіреміз болашақта. Әртүрлі бағытта қолданамыз, медицинада қолданатын, тұрғылау жұмыстарына қолданатын, компьютерге де қолданады, космосқа да қолданады екен. Осында қолданатын жаңағы лабораториядағы синтетикалық алмас өндіріледі. Табиғатта ол ұзақ уақыт кететін болса, біздің заводымызда оны 3-4 күнде ғана өндіре алады екенбіз. Өте керемет, тағы бір мықты біздің келеміз. Ары қарай жылжымайтын мүлік. Көріп отырсыздар, миллиард қанша инвестиция жасалынып отыр. Жылжымайтын мүлік деген ол да бір өзінің бағасын түсірмейтін инвестиция ғой. Инвестиция десек, біз бірінші үй аламыз, үйді арендаға береміз деп ойлаймыз, тура сондай жылжымайтын мүлікке де біз инвестиция салып отыр екенбіз. Бұл жерде үй емес, бұл жерде үлкен, Краснодар өлкесі, Қырымда, Пхукет қаласында демалыс орындары, мейрамханалар салынады екен. Сол мейрамханаларда біз өзіміз демала отырып, ол жерден де болашақта жақсы дивиденд алуға мүмкіншілік болады. Қандай керемет. Ары қарай Америка және Ресей биржаларына да біз инвестиция салып отырмыз. Онда мына жерде көріп отырған әлемде әйгілі бренд компаниялар, Apple, Amazon, Microsoft, Visa дейді, қараңыздаршы. Сіздер өзіміз болсақ, осы компанияларға осындай инвестиция сала алар ма еді? Жоқ. Біз осы өзіміздің бағдарламасы арқылы осындай үлкен бренд компаниялардың инвестициясы иелері болып отырмыз. Сол сияқты криптовалюта және блокчейн дейді. Енді криптовалюта, блокчейн деген жаңадан еніп атқан біз үшін әрине. Бірақ заман талабына сай біздің крипто юнитіміз бар. Ол электрондық активтер. Криптовалюта деген ол электрондық ақша.
Бірінші электрондық ақша, көптеріміз естіген шығарсыздар, ол биткоин. Кезінде мен оны естіген күнде мен оның акциясын салып алған жоқ едік, сатып алған жоқ едік. Қазір енді тап деген бізде өкініші бар. Ал енді біздікі электрондық ақша емес, электрондық актив акция, айырмашылығы осыда. Ал енді блокчейн дегенде бұл жаңа термин, бұл блок деген, яғни біздің қауіпсіздігімізді сақтайтын. Яғни біз осында жерге инвестиция салып отырсақ, бізге қауіпсіздік керек емес пе? Сондықтан біздің өзіміздің блокчейн болады болашақта. Сондықтан компания болашағы бізде өте зор деп айтамын. Қазіргі таңда жаңа айтқан 20 сектордан көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Ал болашақта осы инвесторларымыз, енді крупный инвестор болып отырмыз ғой енді осы компанияның. Болашақта біз өзіміз келейде осындай үлкен секторларға инвестиция жасай алатын мүмкіншілігіміз болады. Көрдіңіз бе, қандай керемет. Ал енді осындай мықты компанияда ары қарай біз қалай бизнес жасаймыз? Сол бизнес жасау үшін қандай бізге компания мүмкіншіліктер беріп отыр? Сол мүмкіншіліктермен таныстыратын компаниямыздың вице-президент статусындағы үлкен лидер, өте активный серіктес, менің өте жақсы көретін, сыйлы, мінезі өте жайлы, компанияда өз орны бар серіктесім Жанар Тұрғанбекқызын шақырғым келеді. Жанар, сөз сенде. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет, Бақтыра Кашна. Алла разы болсын. Барлықтарыңыз сәлеметсіздер ме барлықтарыңызға? Бүгінгі мына біздің келіп жатқан үлкен жақсылықтар, үлкен сауаттар алып келсін. Сіздермен бүгін беттесіп, осындай мәлімет беруге мен бүгін дайынмын. Сондықтан да барлық ойларыңызбен, жан тәндеріңізбен осы біздің беріп жатқан ақпаратымызды тыңдауға шақырамын. Бақыт Рақашевна мені осы бизнесқа шақырған, менің наставнигім десем, спонсорым десем, енді осы кісіден алған біліміміз бар, осы кісіден үйренген тәжірибеміз бар. Сол кісінің артында келе жатқан мен шәкірті боламын. Рахмет сізге, Бақтыра Кашна. Жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл бизнестің қыр-сыры өте көп. Түсінген адам әрине үлкен белестерді бағындыра алады. Бұл ешқандай бизнеспен, ешқандай традиционный бизнеспен, ешқандай сетевой бизнеспен жаңағы салыстыруға келмейді. Мен өзім енді солай түсінемін. Бұл дүние жүзінде бірінші алғаш болған краудинвестинг бағдарламасымен жасалған бизнес. Сондықтан да көп адамдар түсінбей жатады. Үлкен бизнесқа келген қандай бұл жаңағы батпан құйрық деп жатады. Кім осындай бизнесін бере салады дейді. Біз енді миллиондаған жаңағы микроинвесторлар, сіз сияқты, мен сияқты, басқа да осы компаниядан үлес алған адамдардың үлкен бизнестан жаңағы өздерінің үлестерін алып, бір ұйым болып, осындай үлкен масштабты проекттерге ақшамызды салып, содан үлесімізді алып отырған инвесторларымыз. Қысқаша айтқанда. Енді қазіргі таңда біз криптоюнит бағдарламасының дамуының екінші бөлімінің екінші сатысына кезеңіне өттік. Қазір жаңадан келген осы бүгін бірінші
қатысып отырған адамдар бар ма екен чатқа? Болсаңыздар, бір деген санды қойыңыздаршы. Ең бүгін бірінші келіп отырған, қатысып отырған, информация алуға келген адамдар болса, плюс деген бір санын қойсаңыздар. Өте жақсы, Мағрипа. Бүгін действительно сіз орысша айтады ғой, нужном месте, нужный час оказались деп, сол сияқты өте керемет күн сіз үшін. Тағы да енді басқа да өзімнің серіктестеріме айтатыным, бұл бағдарламаның қандай керемет екенін біз біліп жатқаннан кейін осындай ақпараттарды, презентацияны күнде бір адам болса да шаршамай беруге дайынбыз. Себебі егер де біздің халқымыздың сауатты болуы, финанс жағынан, қалтасының қалың болуы, бай болуы, бай қуат компанияның мүмкіндіктерінің арқасында үлкен жетістікке жетуіне болатынын біз көріп жатырмыз. Сондықтан да жаңағы ақпарат беріп, карантин кезінде де 2 ай болды, осы жобаны қолға алып, онлайн сабақты өткізіп жатырмыз. Соны тоқтамай лидерлар, осы компанияның үлкен көшбасшысы Жания Жакупованың айтуымен біз қазір осы күндегі презентацияларымызды өткізіп жатырмыз. Біздің жаңа Бақыт Ракашевнаның айтып кетуі бойынша қандай саладан қандай табыс аламыз, біз кімбіз, біздің салған кішкентай инвестициямыз болса да, біз байлардың қатарында жаңағы салған $50 бастап салған сумаңыз сізге болашақта, енді әрине салған сумаңызға байланысты, бірақ та $50 салсаңыз да, сіз бір 5 жылда ма, 3 жылда, 2 жылда, 5 жылда, 10 жылда өте үлкен керемет табыс көзіне айналады. Салған 50 бізге қазіргі таңда санымызды көбейту, Қазақстан халқының қарапайым жай халықтың өзі жаңағы $50 алған кезде, сол адамдардың санын инвестор жерде былтырғы жылмен салыстырғанда компанияға 1 жыл болды. Ол кездегі алған жаңағы акцияларымыздың құны өсіп жатыр, бағасы өсіп жатыр. Сондықтан да ол кездегімен салыстыра алмаймыз. Бірақ та бүгін алған жаңағы криптоларыңыздың бағасы жылдың аяғында, келесі жылы өте үлкен жаңа өсім береді сіздерге. Сондықтан да қазіргі таңда $50-ға 250, $250-ға 1389, осылай арғарай 5 пакет жаңағы алуға болады. Оқу ақпарат жаңағы пакеттерін. Сіз тек қана акцияны алып қоймай, бұл жерде қаржылық жаңағы сауаттылықтарыңызды өсіресіздер. Сондықтан да осы уақытты өткізбей, зерттеп компанияның қандай мүмкіндіктер беріп жатқанын, осы пакеттердің иегері болуларыңызға шақырамын. Енді былтырдан бері біз жаңа Бақыт Ракашевна да айтып кетті, өте менің өзім де, істеп жатқан осы қасымдағы серіктестерім де үлкен мүмкіндіктерді пайдаланып, қазіргі таңда
өзіміздің босатылған акцияларымызды стейкинге қойып жатырмыз, ары қарай өсіріп жатырмыз. Кейбір серіктестер ақша керек болса, ақшаларын сатып, шыққан крипто ұйымдарының сатып, 10 центтан сатқандар болды. Міне қазір 20 центтан ақша керек болса сатып жатқан серіктестер бар. Олар 1% ай сайын шығып отыр. Сондықтан да қазіргі таңда бізге үлкен мүмкіндік крипталарымыздың өсуіне, стейкинг депозитқа салып, оны өсіріп алуға мүмкіндік бар. Жаңа келген, жаңа қосылып жатқан серіктестер болатын болса, компаниядан да алып, және босатылған акциялар, крипто ұйымдарды алсаңыздар, оларды депозитқа қойсаңыздар, ертең ақша керек болып жатса, оны да сатып алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Менде біраз командамда партнерлар алғашында компаниядан алды, қолдан алмаймыз деп, себебі компанияда алды, кішкене арзан. Біздің мақсатымыз компанияның акцияларын, крипто ұйымдарын сатып, біздің болашақта 20-30 миллиард жылдың аяғына дейін сату ғой біздің мақсатымыз крипто ұйымды. Сол арқылы біздің крипто ұйымдың бағасын көтеру, $10 ма, $5 ма жылдың аяғына дейін, $40 ма, қазір міне біз биржаға да шығайық деп жатырмыз, блокчейнға өтіп жатырмыз. Сол кезде біздің криптомыздың бағасы көтеріліп, үлкен мүмкіндіктер бізге ашылып жатыр. Сол үшін компаниядан алған тиімді деп ойлап, партнерлар алған кейінгі кезде стейкингқа қоятын бағдарлама шыққаннан кейін, одан кейін жаңағы ертеңгі күні ақшамыз керек болатын болса, сенбеген кейбір серіктестер бар. Олар бүгінгі күні босатылған криптоны алып, ертеңгі күні сатып жіберем десе де, үстінен ақша қосып сатып жіберуіне болатын мүмкіндік естіген адамдар, серіктестер босатылғанда алып жатыр. Егер де жаңағы серіктестер өздеріңіздің кабинеттеріңізге кіріп қарайтын болсаңыздар, админ кру деген разделді, сіздер сағат сайын емес, минут сайын қандай суммада босатылған болады. Мен осы жаңағатта $2000 пакеттер, 3 пакет сатылып отыр, соңғы жарты сағатта. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, ондай сумманы салатын адам, әрине бұл проектіні зерттеп, осының мүмкіндігін көріп, отырғаннан кейін сондай сумманы салып жатыр. Сондықтан да тағы да зерттеулеріңізді сұраймын. Егер де жаңағы сатылып... Алло, сіздің байланысыңыз нашарлап кетті. Дауысыңыз үзіліп естіледі. Сіздің интернетіңіз тексеріңізші, сіз Wi-Fi-да қосылып отырсыз ба, әлде телефонның несінде отырсыз ба? Телефонда отырмын мен, по-моему. Сол Wi-Fi-ға қосылыңызшы, мүмкін сол жақсылайтын шығар. Дәл ат жағыңызда Wi-Fi бар ғой сіздің. Сол компанияның Wi-Fi-на қосылыңызшы. Интернеттен нашарлықтан дауысыңыз үзіліп естіледі. Мұнда чатта да жазып отыр, дауысыңыздың нашар естіледі деп. Енді қалай естіліп тұр? Енді таза шықты. Сразу айту керек еді онда. Сондықтан да осы қандай босатылған круда аласыздар ма, жоқ компаниядан аласыздар ма, неғұрлым үлкен суммаға алсаңыздар, ертеңгі күні сіздердің мұрттарыңызды балта шаппайды. Келесі слайд, Нұрғиса.
Енді осы май айынан бастап біз деген бір керемет мүмкіншіліктерді пайдаланып жатырмыз. Біздің компаниямыздың үлкен деңгейде, үлкен белеске шыққанын қуанып айтып жатырмыз. Ол біздің компанияның VIP деген клубқа, жаңағы партнерлардың VIP клубқа кіру кезеңі. VIP дегенді өздеріңіз атынан көрініп тұр. VIP деген ол ерекше тұлғаларға көрсетілетін жаңа қошемет деп мен өзім солай түсінемін. Сондықтан да серіктестер осы VIP клубқа кірген серіктестерге өте қуаныштымын. Себебі VIP клубтың беретін мүмкіншіліктері өте керемет. Жаңағы стейкинг деп жатырмыз, депосчет деп жатырмыз. Одан кейін компанияның жасайтын промоушндары болады. Соған қатысу осы VIP клуб арқылы болады. Содан кейін жаңағы бонустар алатын, лояльный бонустарды алатын VIP клуб мүшелеріне өте жаңағы үлкен мүмкіндіктер әкеледі. Серіктестер, әрине, жаңа кірген серіктестер бар. Бұрыннан да өздері үшін алып қойған серіктестерге кіру $10 басталады. Ары қарай агент, кеңесші, менеджер статустарына қарай, мына слайдта көріп тұрғандай, сіздердің қосатын жарналарыңыз өседі. Осы айда біз қостық, VIP клубқа кірдік. Июнь айының 8 күні, 8-9 бізге түсетін бонустан сіздер өздеріңіздің қандай табысқа ие болатындарыңызды, компанияның өзінің берген жаңағы айтып отырған уәделерін орындайтынын өздеріңіз осы июнь айында көріп бағалайсыздар. VIP клубтың мүшесі болу барлығымызға қазір міндетті емес. 3 айда өздеріңіз, 3 айға сіздерге уақыт беріледі. Әркім өзінің жаңағы санасынан өткізіп VIP клубта кіргісі келе ма, келмейді ма, әркім өзі шешеді. Бірақ та сіздерге қазір 3 айда мүмкіндік бар, кіріп, зерттеп, қандай мүмкіндіктерді беріліп отырған сіздерге. Енді әрине біз үлкен компания болғандықтан жаңағы біз сетевой компания емеспіз, бірақ та біздің элементтеріміз бар. Көп адамдар менен сұрайды, сіздер жаңағы сетевой компания болмасаңыздар, неге сіздер жаңағы адам шақырасыздар деп. Бұл сұрақты көп жаңадан келіп жатқан серіктестер де өздері қоятын шығар. Менің айтайын дегенім, осы сет арқылы болғандықтан бүкіл дүние жүзінде қазір бізде 1,4 миллион аса серіктес бар. Бізге 1-2 жылда сет құрудың керегі болмайды. Себебі ол кезде бізге өте үлкен дивидендтер түсетін болады. Себебі жаңа айтып кеткендей, біздің портфельдарымыздың өздеріңіз көріп отырсыздар қандай бизнес екенін. Ол миллиондаған емес, ол триллиондаған бизнес. Соның біз инвесторларымыз, соны естеріңізде сақтаңыздар. Және қазір жаңадан тіркелген серіктестерге компания 50 криптоюнит балын сыйға тартып отыр. Ол біздің жаңағы компанияға
ынталандыру бонусы деп санайсыздар ма? Әркім өзі біледі. Біздің қазіргі мақсатымыз жылдың аяғына дейін бізде 10 миллион жаңағы серіктес болу керек. Биржаға шығып, ары қарай американдық биржаға шыққалы отырмыз. Сондықтан да біздің компанияның басшыларының бізге ынталандыру жаңағы программасы бұл. Және компания біліктілік үшін экспресс бонус промоушн жариялап отыр. Ол жерге де маркетингпен жұмыс істеймін, үлкен табыс көзін бүгін тапқым келеді деген адамдарға, серіктестерге сондай үлкен мүмкіндік. Ал жай ғана инвестор болып кіремін, ешкімді шақырмаймын дейтін болсаңыздар, ол да өздеріңіздің еріктеріңізде. Бұл жерде ешкімді жаңағы қинап, ешкімге жаңағы салмаймыз, әркімнің өзінің еркінде. Қалай ақша табады? Мен бірінші күннен келгеннен осы компанияның мүмкіндігін естіген кезімде, ақпаратты алған кезімде бір апта ұйықтаған жоқпын. Себебі өзімнің бұрынғы компаниямен салыстырып, оның аспан мен жер мен көкте екенін түсіндім дағы. Осы компанияда қазір мен 100% еңбек жасап жатырмын. Сондықтан да сіздерге ашық айтамын, бұл компанияда өте үлкен ақша бар, егер де маркетинг бойынша жұмыс істейтін болсаңыздар. Промоушн бойынша, қазіргі экспресс промоушн бойынша сіздер $350 $134 мың дейін, жаңа жылға дейін сіздерге табыс табуға өте үлкен мүмкіндік. Ары қарай, енді экспресс бонус кезеңінің ең төменгі сыйақысы жаңа айтып жатырмын, 350-ден бастап, агенттен бастап президент статусын жарты жылда жабуға мүмкіндік бар. Оны жеке бізде сабақтар өтеді партнерлардың. Осы жаңағы компанияда істеп, бүгін ақша табам дейтін болсаңыздар, арнайы сабақтар, жаңа Бақтырақ ашына айтып кетті, активный старт, белсенді старт сабағына қатысып, өздеріңіздің білімдеріңізді одан ары толықтырып, компанияның белді мүшесі болуларыңызға сіздерге өте үлкен мүмкіндік. Және де компанияның мерейтойлық өзінің жаңағы ойыпы бар, ол алтын монета. Оны да жаңағы естелік монетасы, мен алған адамдарды білемін. Өзім алмадым, бірақ та алған адамдарды білемін. Бұл да бір сіздердің компанияға сенімді жаңағы жоғалмайтын жаңағы инвестиция, алтын. Осы 5 жылдан компанияға 5 жыл болды. Сонда біз неге қол жеткіздік? Әлем бойынша бізде 1,400,000-ден астам серіктес бар. 170 астам мемлекетте бизнес жасап жатырмыз. Сол адамдардың барлығына қаржылық білім беріп жатырмыз. Бұл сіздердің жаһандық бизнестің мүмкіндіктерін пайдаланып, өздеріңіздің сол бизнестің бір бөлігін алып, болашақта өмір бойы сіздердің бала-шағаларыңызға қалатын мұра, үлкен мүмкіндіктер ғасырда бір-ақ рет болатын, сондай бизнестің сіздер акционерісіздер. Қазіргі серіктестерге де айтатыным, біз ең жаңа инновациялық, жаңа мүмкіндіктермен келіп жатқан бізге NEMI деп айтамыз, әлемнің жаңа экономикалық
эволюциясын құрып жатқан серіктестер сол компаниямыздың өркендеуіне үлес қосып жатқан көшбасшыларымыз және де жаңадан келген адамдарды осы біздің бірлестікке дейміз бе қосылуларыңызға үлкен сіздерге мүмкіндік бар. Оқу, іздену, өркендеу осы біздің девизіміз, ұранымыз. Әлемнің жаңа экономикалық эволюциясын құру. Бір адам оны құра алмайды. Егер де барлығымыз бірігіп, осындай үлкен істерді істейтін болсақ, біздің ертеңгі күні Қазақстанымыздың экономикасының өркендеуіне біз атсалысамыз. Бүкіл дүние жүзінің керемет жаңағы транспорт жағы болсын, ауа болсын, ақша қаржылай болсын, біз өте үлкен деңгейге шығатынымыз осы программа арқылы асады. Енді жаңадан қосылып жатқан өзімнің де бұрынғы серіктестеріме айтатыным, сен әрекет етпейінше арманың орындалмайды. Сондықтан да барлықтарыңызға әрекет істеп, біздің бұл бағдарламаның қыр-сырын біліп, мына кісілердің не айтып, күнде неге осы жаңағы жан айқайын жеткізіп жатыр деп айтатын, ойланатын болсаңыздар, сіздер түсінесіздер деп ойлаймын. Себебі бұл өмірде ешқандай да адамның алға қойған арманы өзіне байланысты, ешқандай да жаңағы алынбайтын белес болмайды, егер де сіздің арманыңыз болса. Ол армандар әрқашанда орындалады, егер де сіз сол алға қойған мақсаттарыңызға жетсеңіздер. Сондықтан да сіздерге бүгін міне бізбен бірге болғандарыңызға өте үлкен рахметімді айтамын. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, қоюларыңызға болады, мен жауап берейін. Нұрғиса, сұрақтар бар ма екен? Сұрақ жазбады ешкім. Жақсы, онда рахмет сіздерге деп жатырсыздар. Сіздерге де рахмет тыңдағандарыңызға, бізбен бірге болғандарыңызға. Ақпаратпен бөлісіңіздер. Ертеңгі күні туған туысқандарыңыз сіздердің осы бизнестің мүмкіндіктерін айтып шақырғандарыңызға өте үлкен рахметін айтады. Бүгінгі келіп жатқан қадір түніміз қабыл болсын барлықтарыңызға. Алға қойған мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспін. Барлықтарымызды Алла тағалам қолдап, армандарыңыз орындала берсін. Сау саламат болыңыздар.